Қарағанды облысында 2000-ға жуық қарағай отырғызылып, 10 аумақ қоқыстан тазартылды. Экология министрлігі қазақстандықтарды бүкіл әлемдік тазалық күні азаматтық акциясына қатысуға шақырды. Тазалық жұмыстарын жүргізудің ең маңызды мақсаты қоқыстарды сұрыптап, яғни алюминий, бөтелкелерді, металдарды бөлектеп, оларды зауыттарда қайта өңдеуден өткізу. Қайта өңдеуден жиналған ақшаларды біз қайырымдылық қоғамына береміз, яғни ауырып жатқан және аз жетілген отбасыларға бөлеміз. Бірге таза Қазақстан акциясы шеңберіндегі сенбілікке карантиндік нормаларын сақтай отырып 4000-ға жуық адам қатысты. Федоров су қоймасын, орталық саябақ, триатлонда, сонымен қатар әр қала тұрғыны өзінің тұрып жатқан аулаларын жинап ат салысты. Бұл іс-шараны ұйымдастырып жатқанымыз бүкіл халқымызды, елімізді тазалыққа тарту және бірлесіп осы Қазақстанымыздың жерін, қоршаған ортамызды қорғау, даламызды қоқыстан тазарту. Айта кетейік, World Clean Up Day акциясы 19 қыркүйек күні Қазақстанның барлық өңірінде өтіп жатыр. Бұл күні бүкіл әлемде осындай акция өтуде. Миллиондаған адам қоғамдық орындарды қоқыстан тазарту үшін сенбілікке шығады. Былтыр акция 169 елдің азаматтарын біріктірген. Айдана Бекқалиқызы, Жасұлан Мақұлбек, Вирболат Қуатбек, Life 09.